Танымал ақын, қоғам қайраткері Мұхтар Шаханов президентке барып, қоғамның өзекті проблемаларын жеткізбек. Қазіргі кезде жұрттың көпшілігі кітап оқымайды. Ертеден кешке дейін телеарна көреді. Ал телеарнада адам көрсе ұялатындай, мазмұны мен мағынасы жоқ әндер беріледі. Сөздерінде өздері жаза салған. Жуырда қатын деген бір ән орындалды. Енді атауының өзі ұят қой. Міне, осылайша қазіргі кезде телеарна дегенді қолжаулыққа айналдырып алған. Кім ақшаны көп берсе, соны сағаттап көрсетеді, деді Шаханов. Оның айтуынша, бұрын әндердің бәрін тексеріп отыратын арнайы шығармашылық алқада болды. Олар қай әнді беруге болатынын шешкен. Қазір біз өте ыңғайсыз кезеңге тап болып отырмыз. Менің шындық кезде қалың арпа ішінде бір бидай. Неге әділдік күресінде жұрттың көбі тымпибай? Ұлтсыздыққа, ұрықсыздыққа кім батылдық көрсетпесе қырғидай, ондайлардың бүгінгі аты ырбый күлмен жырбибай деген өлеңім бар. Қазіргі кезде ырбый күлдер мен жырбибайлар қаптап кетті. Туфли жалау алға шығып кетті, деді Шаханов. Мен осы бір-екі күнде Қасым-Жомарт Тоқаевқа жолығамын. Соған осының барлығын айтайын деп отырмын. Тағы да басқа үлкен проблемаларды да айтамын. Негізі Қасым-Жомарт Тоқаев өзі ерекше бір адам. Ол кісінің әкесі Кемел Тоқаев менің өлеңдерімді жатқа оқитын, өте бір пайымды, парасатты адам еді, деді Шаханов.